Баршаңызға сәлем. Синафлан-мазин неліктен көп жағуға болмайды, қандай ауруға пайдаланады және әсері қандай? Сол сұраққа жауап беретін боламыз. Арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Өте жақсы синафланның майлылығы теріге арналған қабынумен күресу. Бұл препаратты қолдану аллергиялық тері ауруларын емдеуге жиі кездеседі. Бұл препарат топикалды глюкокостероидтар тобына жатады және тек сыртқы қолданысқа арналған. Майдың әсері мен құрамына келетін болса, негізгі құрамның бөлігі болып табылатын белсенді субстанция флокинолон, ацетонит болып табылады. Көмекшіге медициналық вазелин, церин, сусыз ланолин кіреді. Синафлан майы препаратының ашық сары түсі бар. Оны қолдану дәрігермен кеңескеннен кейін ғана басталады. Препарат күшті аллергияға қарсы, қабынуға қарсы және антипиретикалық әсерге ие. Ол терінің әртүрлі қабыну процестерін тез азайтуға қабілетті. Синафлан майы гормоны қалай жұмыс істейді? Бұл препараттың қолданылуы әрдайым дәрігердің қадағалауында болуы керек, өйткені гормондардың жақпа майлары қабынудың тез алынуы болып табылады. Бірақ иммунитеттің төмендеуі байқалады. Майлы жақ қолданылатын жерде саңырауқұлақтар мен бактериялар пайда болуы мүмкін. Синафлан майы дәрі-дәрмегі тез арада ең кіші қан тамырларына сіңіп, содан кейін қанға, содан кейін плазмада орналасқан белоктармен байланысады. Нәтижесінде препарат бауырға кіреді және несеппен бөлінетін ыдырау үрдісіне ұшырайды. Пайдалануға арналған нұсқаулықтар. Майлы заттар терінің түрлі қабыну процестері үшін тағайындалады. Олар микробтан шыққан емес. Себоррегиялық дерматитке арналған дәрі-дәрмекті қолданыңыз. Ол себумен түрлі экзема, нейродерматит, склеродерма және лупус эритематозы сияқты жүйелі байланыстырғыш тіндік аурулармен байланысты. Синафлан майы өте жақсы дәрі-дәрмектер. Жәндіктердің ыстығынан туындаған тері қышынымен, сондай-ақ күйдірумен және инфекциямен байланысты емес, көптеген аллергиялық және қабыну тері ауруларымен. Синафлан қышының қолданылуы нұсқаулықты қалай егжей-тегжейлі сипаттайды. Бұл дәрі-дәрмектің құны 50 рубльден аспайды. Синафлан-мазин қолдануға болмайтын жағдайлар. Барлық гормонды майлар иммунитетті айтарлықтай төмендететіндіктен олар ұзақ уақыт пайдаланылмайды. Бұл синафлан майы препаратына қатысты. Есірткіні қолдану қатаң түрде медициналық бақылауға алынуы керек. Препаратқа жеке төзімсіз адамдарға, вирустық және саңырауқұлақ тері аурулары бар науқастарға осы препаратты пайдалануға тыйым салынады. Майдың пайда болуына қатаң қарсы келу бұл тері туберкулезі. Сондай-ақ кез келген этиологияның терісіне және варикозды флебоктозияға шалдыққан адамдарда ісік пайда болған кезде қолдануға болмайды. Жүкті және емшек сүтімен емдеуге арналған жақпа. 1 жасқа дейінгі жасөспірімдерге қолданбаңыз. Жасөспірімде синафлан-маз препаратынан сақтаңыз. Балаларға арналған нұсқаулық препаратты 5 күннен артық пайдалануға болмайды. Сізге осы ақпараттар пайдалы болса, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.